Кеше анау сұмырай коммунист құдайсыз Горбачев өліпті. Өліпті, құдайдың дәргейіне кетіпті, жаратушының тозағына кетсін деп бетімізді сипадық. Әрине, жаратушы оны жәннатқа кіргізбейтіні жаратушының кітаптары бойынша бізге белгілі. Желтоқсанда қазақты қынадай қырған және тәуелсіздікті аңсаған барлық басқада халықтарға қанды қылышын сермеген сұмырай Горбачев біздің есімізде сол сұмырайлығымен қалды. Біз бір қазаққа зұлымдық жасаған, қандай да бір шаңның түйіріндей, тозаңындай қазаққа қиянаты барды ешқашан ұмытпаймыз. Біздің қолымызға билік тигенде бір қазаққа қиянат жасаған бір адамды қоймай жазалаймыз. Біздің міндетіміз осы. Құдайдың бізге берген миссиясы да осы, арманымыз да осы. Басы сол Горбачевтен тартып, 30 жылғы сол Голощекиннен тартып, біз осы қазаққа қиянат жасағанның өліп қалса көрінен қазып алып тұрып жазалап, мәңгілік адамзатқа қарсы қылмыскер деп, мәңгілік өлген сүйегін көрінен қазып тұрып, біз оны соттаймыз. Тірі болса 80-ге 90-ға кеп мәлкілдеп тұрса да соттаймыз. Горбачевті көп ел айтады, Совет одағын құлатты, Шығыс Еуропадағы темір пердені жойды, екі Германияны біріктіруіне себеп болды. Шығыс Германиядан орыс әскерін әкетті, Ауғанстандағы соғысты тоқтатты, Шығыс Еуропаның демократиялануына жол берді, Совет компартиясын таратты дейді. Не деп айтса, о деп айтсын. Оған маған десе алтыннан мүсін қойсын. Бірақ желтоқсанда қазақты қыруға қол қойды Назарбаев екеуі. Горбачев қол қойды, Назарбаев атқарды. Бітті, қылмыскер біз үшін. Горбачев орыстың ішінде мынау сұмырай шовинизмменен, империализмменен, диктатураменен, қанды қырғынменен, басқа азшылық қауымдарды жоюмен, қырумен ауыратын орыстың анау патшалық замандағы басшыларынан кейінгі қызыл коммунистік замандағы басшылардың ішінде есі дұрысы, салыстырмалы түрде айтқанда, шамалы демократияның не екендігін білетін есек басы сол Горбачев болды. Ол кем дегенде батыстық өркениетке жақын болды. Ол кем дегенде сталиндік дара билеушілік жүйені құлатқан Хрущевтен бір табан алдыға жылжыды. Хрущев сталиндік жеке басқа табынушылықты құлатқанымен ол өзі жеке басқа табынушылықты бастап, Совет одағын атом державасы болып, Америкаменен жаңағы державалық соғысқа кірісіп кетті. Қырғиқабақ соғысты бастағанменен Горбачев қанша айтқанмен бірінші болып Америкамен одақтастық бастады. Бірінші болып Ауғаннан әскер шегіндірді. Бірінші болып Шығыс Еуропа елдерінің жеке тәуелсіздігіне тіке советтік мәскеулік билеушіліктің күшін азайтты. Бірақ Горбачев соның бәрін өз қалауымен істеген жоқ. Батыстың қысыммен және батыстың жетектеуімен істеді. Совет одағы Горбачевтің заманында ешкім құтқара алмайтын деңгейде қаржылық дағдарысқа батқан. Коммунистердің қолынан ештеңе келмейтінін, коммунистердің қолынан жаңағы халыққа керекті азық-түлік, дәрі-дәрмектің болмайтынын сол заманда Советтің жоғарғы билігі біліп болды. Горбачевті тұтқындаған 7 үлкен радикал коммунист қайтадан радикалдық фашистік коммунистік жүйені қалпына келтірем дегенде, көп ел осы кезде Ельцинді жақсы көреді. Ельцин оны коммунизмді қайта тірілтетіндігі үшін ол 7 контрреволюцияны тұтқындаған жоқ. Ельцин өзінің тағын сақтап қалу үшін, Ресей Федерациясының президенттік үйінде қалу үшін жаңағы 7-еуін ұстады. Ол Горбачевті де жақсы көрген жоқ, Горбачев тұтқындаған 7-еуін де жақсы көрген жоқ. Мен әлі ол күнді ұмытпаймын. Ол августтың 19-ы болатын. Дәл сол күні менің туған ауылымда жаңбыр жауып тұрған кез. Сол күні біз халықаралық радиодан Жездем екеуміз тыңдадық. Жездем екеуміз сол күні жұмыс істеп жүріп, жаңағы осы Совет одағының құлауын талқыладық. Біз бірінші рет міне дүниедегі бір зұлым ел құлайтын болды деп талқыладық. Коммунизм міне. О кезде Шығыс Еуропа құлап болған, Шығыс Еуропа демократияланып болған. Күні-түні азаттықты естиміз сол кезде. Радиомен естиміз. О заманда интернет жоқ. Біз сол кезде орыстың құлағанын күтіп, орыстың боданда қазақ тәуелсіз болса деп сол заманда 89 жылы аңсадық біз. Мен сол кезде 15-ке енді шыққан баламын. 15 жасымда. Сол заманда біз коммунизмді, социализмді жек көретінбіз.
Сол заманда орыстар құласа, өз бетімізше ел болсақ деп ойлайтынбыз сол заманда. Міне. Сол, енді менің Горбачев туралы айтатыным. Элитинді Горбачевті бір демократтардың, демократияның, еркіндіктің, либерализмнің бір періштесі деп ойламаңдар. Горбачев НАТОның шығысқа кеңеюіне қарсы тұрды. Горбачев республикалардың тәуелсіздік алуына қарсы тұрды. Горбачев демократиялы Совет одағын құрғысы келді. Орыстың шексіз билігі сақталған, бірақ шамалы демократиялы ел құрғысы келді. Бірақ ол оның бәрі тәуелсіз болсын деген жоқ. Осыны білу керек. Осыны білу керекпіз. Горбачев туралы біздің айтатынымыз осы. Біз бүкіл дүниеге қазақтың көзімен қарау керекпіз. Қазаққа жақсылық істесе жақсы, қазаққа зұлымдық істесе жаман. Өзімізді негізете отырып, Құдай берген жекеменшік қазақтың миымен ойлап, Құдай берген жекеменшік көзімізбен дүниеге қарауға тиіспіз. Бұғанға дейін біз дүниеге орыстың көзімен қарадық. Орыстың ақпаратымен уландық. Орыстың бізге таңған изімдерімен уландық. Енді дүниеге өз көзімізбен қарау керекпіз. Бүгінгі сөзім осымен тамам. Қысқа нұсқа қайырайық дегенбіз, тағы ұзақ кетті. Қытай мен Америка ортасында чип соғысы болып жатыр. Америка Қытайға бүкіл микрочиптерді экспорттайтын үлкен компаниялардың бәріне тыйым салды. Енді Қытай ең қарапайымы бүкіл жасанды ақыл парасат осы мәселеде тұтасымен салданатын халге түсті. Яғни Қытай жасанды ақыл парасат және өздігінен үйренетін, өзін өзі жетілдіретін жасанды ақыл парасаттың микрочиптерін ендігәрі Америкадан ала алмайтын болды. Бұл жасанды ақыл парасат десе түсінбейсіздер. Мен образдап айтайын. Мысалы, сіз алматылықсыз. Google картаны пайдаланасыз. Google картаны. Бұрын сіз жаңағы, мысалы, тау жақтан, Әл-Фараби жақтан анау, былайша айтқанда, Әл-Фараби Розыбакидегі мегадан Көкбазарға немесе орталық мешітке келгелі жатқанда сізде екі түрлі таңдау бар. Розыбакимен тіке түсесіз де, Райымбек даңғылына дейін түсесіз. Розыбаки даңғылы бір бағытта. Сөйтіп, Райымбек даңғылынан шығысқа қарай жүріп отырып, Көкбазарға не орталық мешітке келесіз. Бұл бірінші жол. Екінші жол, Әл-Фарабименен зырлайсыз. Әл-Фарабимен зырлағаннан зырлап отырып, достыққа дейін келіп, достықтан төмен қарай түсесіз. Бірақ сәл пробка. Үшінші жол, Әл-Фарабимен зырлап, Көктөбенің астындағы туннелден өтіп, одан айланып кеп саяхатқа кеп түсесіз. Бұл үшінші жол. Енді жаңағы жасанды ақыл парасат, Google'дың жасанды ақыл парасаты осы жолдарды өздігінен жетілдіреді. Ол бірінші кезекте саған Розыбаки, Райымбек даңғылы, Розыбакиден Райымбекке, Райымбектен Көкбазарға баратын жолды көрсетсе, ол осы жолдан жүретін адамдар Google көрсетіп тұрғанда қарамай қайта-қайта Әл-Фарабимен жүретін болса, онда ол ендігі кезекте өзін өзі жетілдіріп, ендігі адамдарға ана Әл-Фарабимен жүретіндер көп па, Розыбаки, Райымбекпен жүретіндер көп па санын санайды. Екінші, Әл-Фарабимен жүргендердің уақыты тез ба, Розыбакимен жүретіндер уақыты тез ба санын санайды. Сөйтіп статистика жасап, ол саған ананы жетілдіріп отырады. Және ол Спутник пен Алматының жағдайын жасанды ақыл парасат өздігінен жетілдіріп, саған ең ұтымды жолды өздігінен көрсетіп отырады. Міне, бұл жасанды ақыл парасат. Бұл тек ең қарапайым мысал. Ал енді ол жасанды ақыл парасат ары қарай кете береді. Адамдардың қолданатын дәрісі. Төлегенде қай дәріге төледің? Телефоныңның камерасы ашық, сен қандай дәріні пайдаландың? Мысалға, сен телефоныңды бір фотоға түсір, асқазан туралы дәріні. Ертең бүкіл Фейсбугың, бүкіл электрондық поштаң асқазан туралы дәрі келеді. Немесе телефон фотоңа сен алдыңда бір спорттық жаңа шынығатын бір көтеретін ба, шынығатын бір аспапты түсірдің. Ертең саған бүкіл спорттық шынығу туралы жарнама келеді. Фейсбугыңа да, Google'ыңа да, бәріне де. Міне, бұның барлығы жасанды ақыл парасат, соның барлығын өздігінен жетілдіріп отырады. Мысалы, анау біреу көрді, ол ән күйге әуес, оған жіб. Анау рокқа әуес, мынау домбыра, анау саксофонға әуес. Соның әрқайсына өзі қызығатын саланы жіберіп отырады. Міне бұл жасанды ақыл парасат. Google'ыңда де, Facebook'ыңда де, Instagram'ыңда да, электрондық поштаңда да, бәрінде осы жасанды ақыл парасат. Енді осы жасанды ақыл парасатты
контролдайтын микрочипті Қытайға экспорттау тоқтатты. Міне менің айтатын сөзім. Енді Қытай қысқасы тотиып отырады. Тотиып отыр.